Merhabalar. Бүгінгі ашық тәрбие сағатымыздың тақырыбы жасөспірім және заң. Қазақтың ата заңы қалыптасу барысында бірнеше баспалдақтардан өтті. Айта кетер болсақ, Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның жеті жарғысы, ал қазіргі таңда Қазақстан Республикасының Конституциясы деген атаулармен өзгеріп, толықтырулар енгізіліп келуде. Олай болса, жеті жарғы туралы алғашқылардың бірі болып пікір білдірген Әлкей Марғұлан ағамыздың пікірін тыңдасақ. Жеті жарғы қазақ ғалымдарының ішінде жеті жарғы туралы ең алғашқылардың бірі болып Әлкей Марғұлан баяндады. Ол жеті жарғы туралы жерлердің билігі дегенді қолдады. Сонымен қатар Әлкей Марғұлан Қазақ Совет энциклопедиясындағы жеті жарғыға арналған өзінің мақаласында оның мазмұны жеті түрлі ережеден тұратыны туралы жазды. Жеті жарғыға кіретін ережелер жетеу. Олар мүлік заңы, әскери заң, қылмыс заңы, елшілік жоралары, жұртшылық заңы және де жесір дауы мен тұтқын дауы. Олай болса, балалар, әркім өз құқығын білуі керек. Құқығымызды білсек қор болмаймыз деп жатамыз, я? Осы құқық дегеніміз не өзі? Құқық дегеніміз мемлекет тарапынан заңдастырылған және қорғалатын жалпыға бірдей мемлекеттік норма. Егер де ол нормаға бағынбайтын болса, кінәлі жауапкершілікке тартылады. Ол біздің ата заңымыздың 98 бабының 9 бөлімінде тұрады. Ата заңның 1 бабының 1 тармағында Қазақстан өзінің ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары болып табылатын мемлекет ретінде орнықты делінген. Ал балалар, біз өз құқығымызды қаншалықты білеміз? Мектеп оқушыларына бағытталған құқықтарға тоқталып кетейікші. Білім құқығы Қазақстан Республикасының Конституциясымен білім алу заңына сәйкес әрбір жасөспірім орта білім алуға міндетті. Еңбек кодексі бойынша кәмелетке толмағандарға, 16 жасқа толмағандарға ауыр және зиянды жұмыс істеуге рұқсат етілмейді. Қазақстанның балалардың құқығы туралы заң. Жасөспірімдер мен балалардың құқықтарын қорғайды. Оларға білім алу, денсаулық сақтау, әлеуметтік және де отбасылық қорғау және де зорлық-зомбылықтан сақтау сияқты құқықтар кіреді. Кәмелетке толмағандардың заң бұзушылыққа қатысуы арнайы қаралады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі бойынша қылмыстық жауапкершілік 16 жастан басталады, ал кейбір ауыр қылмыстар үшін 14 жастан жауапқа тартуға мүмкіншілігі бар. Ондай жағдайда жазалар жеңілдетілген түрде қолданылады. Жасөспірімдердің түнгі уақытта ата-анасыз немесе заңды өкілсіз түнгі уақытта жүрулеріне тыйым салынған. Мысалы, 22:00-ден кейін 16 жасқа толмаған жасөспірім қоғамдық орындарда ата-анасыз жүруіне болмайды. Бұл заң түрінде қаралады. Зорлық-зомбылықтан қорғау. Жасөспірімдерге қатысты зорлық-зомбылық оның ішіндегі отбасындағы, мектептегі және қоғамдық жерлердегі зомбылықты алу үшін қатаң шаралар қолданылған. Ата заңымыздың негізін қалаған Төле бидің әділ шешімін тамашалайық. Төле би, тұлпар менікі, өзінен әділ шешімді іздеп келдім. Дауымды шешіп бер. Барындашы, Жангелді байға жылқыларды апарып бергенді мойындайсың ғой. Алдыма келген олжаны алғанда тұрған не бар? Шариғаттың өзі солай дейді емес пе? Оны аттаған жерім болса, айтқаны. Құдайға шүкір, малдан да темдемеспін. Арыстың бойы бәрі менің малым. Елдібай, ұрлық айланың ізін суытқаныңыз үшін үйір жылқы айыппұл төлейсіз. Ұрлықты жастырған адамды ұры деп шариғатта толық айтылған. Солай емес пе жамаға? Жауап керек.